Бәлима өзің құшақташы. Өзің құшақташ. Бәлима енді бірінші рет кездесіп тұрса құшақтайтын едім. Бірінші рет емес қой, екен құшақта. Ту, сен жігітсің ғой, сен құшақта. Жігіт екенді білем, Бәлима. Ондай жоқ, кел, өзің құшақташы. Бар, мен қыз басыммен қалай бірінші құшақтайым? Бәлима енді ана кітаптарда, киноларда бірінші қыз құшақтайды. Кинодағыдай құшақтай алмаймын, өзің құшақта. Жарайды, бірақ Бәлима ана жұрттың қыздары келіп асылып жатады ғой жігітіне. Сағындым деп, сол сияқты бір рет құшақташы кел, мә. Жантаза, мен жұрттың қыздары сияқты құшақтай алмаймын, өзің құшақта. Мәл. Ту, мәл деп міндетсінгенің керек емес. Жарайды, енді міндетсінбей құшақтай, міне, Бәлима. Ой, сен махаббатпен құшақтап тұрған жоқсың. Бәлима! Қош, сен мені жақсы көрмейсің. Жақсы көрем? Жақсы көрмейсің. Жақсы көрем? Жақсы көрем. Бәлима, қатты жақсы көрем. Онда дәлелде. Айт, не істеймін? Маған әдемі сөздер айтшы. Қойшы енді, Бәлима. Айтшы. Әдемі қызға әдемі сөздерді қалай айтам, қызықсың. Өтірікші. Бастап кеткен түрің ба? Жоқ. Қойшы, алдап тұрсың. Құдай ақын, нан ұрсын, Бәлима, алдап тұрған жоқпын. Құдай ақын, нан ұрсын деп өтірік құтылмашы, алдап тұрсың. Вообще жақсы көрмейсің. Жақсы көрем, Жақсы Бәлима. көрмейсің. Бәлима, қатты жақсы көрем. Бәлима, қатты жақсы көрем. Қатты жақсы көресің ба? Иә. Шын ба? Иә. Шынымен. Әрине. Онда... Ойлаш, 70 жылға қартайдым. Кәрі әжемін. Түсімнің барлығы түсіп қалған, бетім әжім-әжім мынандай. Сонда да жақсы көресің ба? А? Жақсы көре берем. Жақсы көресің ба? Бәрібір ма, жақсы көре берем. Ба? Иә. Онда... Шашымның барлығы түсіп қалған, сақырбаспын, жып-жылтыр, алақаныммен бұлай сипағым келеді, бірақ шаштарым тікен-тікен болып кіріп кетеді. Сонда да жақсы көресің ба? Бәрібір жақсы көрем. Шынымен ба? Шынымен. Так, онда... Таптым, қарап, семіздік, Содан? құйған, бұлай аяқтарым әрең жер басып жүреді. Бетім табақтай, өзім қабақтай. Сонда да жақсы көресің ба? Білгем, жақсы көрмейсің. Бәлима, мен сені көргенде өзімді қоярға жер таппаймын. Желді күнде ұшқан жапырақтай жүрегім бар ғой, қалбалақтап кетеді. Қандай лақты? Қалбалақтап деймін. Қағайшы. Мен сені көрген кезде тұла бойым талықсып, жүрегім тулап, өзімді қоярға жер таппаймын. Осының өзі Бәлима енді шынайы сезім ғой. Тоқта, енді дәл осы сөздеріңді, бірақ ана жақтан бастай, я? Мен ана жақтан бастаймын. Жарайды ал. Тек махаббатпен айт. Я. Бастай берейін ба? Я. Бәлима, сен менің өмірімдегі ең қымбат жансың. Мен сені көргенде өзім айтқандай жүрегім тулап, тұла бойым талықсып, балқып, алақандарым терілеп, өзімді қоярға жер таппаймын. Сосын сені көргенде кеудеме қатты қысып, құшақтағым келеді. Құшақта ал. Азыр өзім құшақтаймын. Таза. Не істеп жүрсің? Жүрші. Қазір барам. Таза, қазір жүрші. Барам деймін қазір. Таза, нағашы шақырып жатыр. Мизам, кетші. Таза, әкең. Шақырып жатыр ма? Жоқ, анан шақырып жатыр.
айналайын, жан таза. Саған айтарым бар еді. Тыңдашы мені. Жағдайды түсінбейтін жас бала емес. Барлығын өз көзімен көріп отырсың. Әрине, Асқар Тау әкеңнен айырылу оңай емес. Дегенмен де, осынау орын толмас қазадан кейін, жан таза, бас көтеретін жан сенсің. Езіле бермей, есімді жи. Оқуыңды бітірдің. Енді анаңа қара. Жан таза, айтшы. Ендігі жоспарың не сенің? Айтшы, жан таза. Неге үндемейсің? Үндемесек тыңда. Осынау қара жамылған шаңыраққа шуақ шашатында сенсің, жан таза. Саған нағашының айтары: еңсеңді көтер де, есіңді жи. Тілегіміз осы, жан таза. Ақыраяға, намыс тілек емес, міндет. Жан таза, сені түсінем. Бірақ әкең мүгедек болып қалғалы, бұл үйге бір береке кірмей-ақ қойды. Бірінің артынан бірі сүйретіле кірген қайғымен мына жалғыз анаң арпалысың. Қашанға қайғы жамылып отыра бересіңдер, жан таза? Тірі адам деген тіршілігін жасайды ғой. Сондықтан, жан таза, анаңның ақ сүтін ақтағаның болсын. Үйленші. Ақыраяға, не айтып кеттіңіз? Үйсіңіз дұрыс көзі жоқ қой. Үйленгеннен көке. Жан таза, 12 жыл әкең мүгедек болып қиналып, соны бағам деп анаң байғұс ауруға айналып, бұл үйге береке кіргізетін де, шуақ шашатын да сен ғой, жан таза. Апа, менікі дұрыс емес пе? Нағашың орынсыз тілек айтып отырса да айтқаны дұрыс. Бұл үйде де бір қуаныш болу керек қой. Еңсемізді көтеріп, етек жеңімізді жинайық. Жан таза, сөйлесіп жүрген, ұнатып жүрген біреуің болса айт. Анаң екеуіміз бар, амалын қылайық. Апа, ана ауыл мен ауданның ортасында кісі тасып жүрген Нұртаза бар ғой. Соның қызы оқуын бітіріп ауылға келеді дейді. Мына оқушы кездерінде бір жақсы сөйлесті дей ме?
егер рас болса біздер барып құда түсейік. Ақырай аға, әкемнің жер қойнауына түскені кеше ғана. Буынсыз жерден пышақ ұрып отырмын деп ойламайсыз ба? Жантаза, неге сен мені түсінбейсің? Мен жездемнің сау кезіндегідей, бұл үйде қуаныш болса екен дей, тойы болса екен дей. Апа, қараңызшы, балаңызды. Кез келген қызды қарата алатын жағдайы бар. Оқуын бітірді, дипломы қолында. Енді басқа не керек еді? Жантаза, Нұртазаның қызы болмаса да, басқа біреуің болса, отау қой, тіршілік жаса, айтарым сол. Апа, кеш батып кетті. Мен қайтайын. Ауырып қалмаңыз. Ертең келем тағы да. Балам, нағашың орынсыз тілек айтып отырғанымен мен оның айтқанына келсем. Адам баласы өмірге келген соң ауырмай, сырқамай, өз уақытында кете барса ештеңе емес қой. Алдымыздан не күтіп тұрғанын кім біледі? Менің өмірде көрген қуанышым жалғыз өзімсің. Енді сол сенің де үй болып, осы шаңырақтың отын жаққаныңды көрсем, нағашыңның тілегі менің де соңғы тілегім деп білайын. Апа, олай демеші, апа. Әлі жазылып кетесің, бәрі жақсы болады, апа, керек десең, шетелге алып барам. Шетелдегілердің қазір емде алмайтын ауру жоқ, апа, рас айтып текстен шыдашы, апа. Шыдайын. Дәрігерлер де қолдан келгенін жасап жатыр ғой, шыдайын жарым. Дегенмен сөйлесіп жүрген біреуің болса, алып кел. Бұл үйде де той болсын. Senin жағдайыңды түсінетін, жаныңды ұғатын жан болса болғаны. Алып кел. Апа, жағдайыңызға не болыпты, апа? Оқу бітіргенім күнде кеше ғана мен әлі жұмыс істеймін, мен байып кетем, апа.
өзің қарашы. Қай атана әлпештеп маңдайына шаң тигізбей өсірген қызын оңайлықпен бере қояр дейсің. Қазақ тең-теңімен, тезек қабымен деп бекер айтпаған. Саған сенің жаныңды ұғады. Мынау тауқыметті өзіңмен бірге арқалайды. Бір әулеттің бетіңе қарап отырған жалғызым, жалғыз тұяғы сенсің. Сенен кейінгі қарындастарыңа пана болатын. Қарапайым ғана отбасынан шыққан қыз керек. Сондай жан болса алып кел. Апа, егер қыз жақсы отбасыдан шыққан, бірақ мына тауқыметті, мына қиыншылықты менімен бірге көтерем десеші, апа. Не шуылдап кеттіңдер ей? Амансыңдар ма қатындар? Sen beni kalkız kalay, biz olғыз қалай, үйшіміз аман ба, бала шаға бәрі. Сумақтама шей. Не ғо? Естіңдер ме? Нені? Ай, анау, тілеп бергеннің жалғыз ұлы Жантаза бар емес пе? Сол Жантаза байғұс әкесі өлгеннен бері әңгімесі қысқарып, тұйықталып, біртүрлі қиялданып жүреді дейді. Әй, рас ба екен сол? Айтпа. Ана көшеге бар ғой, бейсауыт шығудан да қалған. Анасының көңілін сұрап келген адамдарға бар ғой, көңілі өлмей, мына шеткі бөлмеде төбеге тесілгенге шалқасынан түсіп шатап та қояды дейді. Тіпті бар ғой, жастардың кешкі бейіне киноға да баруды. Бармаған, киноға да бармаған, вишенге де бармаған, ешқайда да бармаған. Ой, Алла! Ай, мұны да естіп қойдыңдар ма? Сәп-сібежей өсек айтайын десе, сумаң-сумаң етіп естіп қояды бұлар. Құдайға шүкір, осы ауылдың бәрі құрметтейді, естиміз ғой. Қойшай, сумалақтамай. Не ғой әлгі? Әлгі Жантазаны айтам да, бұған оңай болып жүрген жоқ. Әлделеген арманы, үкілеген үміті. Қол бұлған шақырған қызық күндері бір күннің ішінде көзінен ғайып болды емес пе? Оңай емес қой, оңай емес. Ана тілептерінен қайтқаннан бері бар ғой. Сағипаның денсаулығы нашарлайды қой. Шын айтам, рас. Байқысай. Сол ана науқас адамның қасына отыратын бір адам болады ғой. Сол бар ғой, Бақырай көрінеді. Бақырай келді. Бақырай. Дұрыс болған. Қай Бақырай? Қойша, осы ауылда қанша Бақырай бар еді, санаш? Біреуін білем ана Жантазаның нағашысы. Енді сол ғой, сол Жантазаның нағашысы, ана Зағипаның інісі, ұзын бойлады, әп-әдемі бар ғой, қара жігіт. Мен оны ана Зағипаға келіп жүрген шал екен деп ойладым.
лағасын осы сен бар ғой да тым жақсы әңгімен бар екен быт-шытын шығарасың. Шын айтасың. Ол деген ана Сағипаның інісі, Жантазаның нағашысы, бой десе бойы бар, түр десе түрі бар. Жігіттің төресі ғой шіркін, төресі. Ол деген ана басқа жігіттерді емес. Төр алдында малдас құрмайды, екі аяғын көсіліп жіберіп. Ұп-ұзын саусақтарын, әп-әдемі ұп-ұзын саусақтарын тараштап, шіркін көзінің астынан түйіле қарап. Әп-әдемі әңгіме айтып отырушы еді ғой шіркін. Ол деген кітапты өте көп оқиды ғой, білмейтіні жоқ. Сүйді рахмет. Мына қатынды қара. Басын кетіп қалыпты ғой. Мынау ғашық болып қалған әй бәсе, сумаң өтесің ғой сен, а? Ой Алла. Қойшы. Әй, шырағым, бақырай деп қояды. Сенің бақырай не теңей? Ол бар ғой, ана апасы науқастанып қалғаннан бері ашушаң болып, кінәмшіл болып, тұйық болып кетіпті. Ей, сендер бар ғой, білмейсіңдер ғой да, ол бар ғой, әлшінде бар ғой, сағат 4-те келеді да, 5-дің шамасында шығып кететін ел. Бүгін деген 5, 6, ей, міне қара, сағат 7 болған міне 7-де де кеткен жоқ. Ей, неге? Неге екен? Ой, сумаңдамашы. Сумақай, сен де айтады дегенге айтасың ғой. Әй, оның қашан кіріп, қашан шығып жатқан сен қайдан білесің, Немене, үйіне қом шығып бедің. Әлде артынан аңдып жүрсің бе? Ой, Аңдысақ аңдып жүрген шығармыз. Осы ауылдағы барлық жаңалықты мына жалғыз өзім білем. қойшы айналайын, бөліспеші, бөліспеші. Айтпашы осы сен ештеңе. Айтады деген кетіпті. Өнесі, үндемеші де. Ой, Сол бақырайдың Қадада бүгін келістіріп неге кетіп жатқанына жалғыз мен білем. Иә? Ойбай. Енді, сен білсең айтшайшы. Айтпай. Айтпайым дейді, ойбай. Айтсаңшы. Айтпайым. Ойбай. Айтсаңшы. Айтпайым. Мынауды қара. Айтпасаң, айтпа. Өнесі. Айтпайым. Деп сенсіз де білеміз айналайын. Айтпа. Айтпайым. Айтпа. Өзіміз де білеміз. Айтайыншы. Айтпа. Айтайыншы. Ішім жарылып өтіп бара жатыр. Айтайыншы. Жарылып өл айтпа. Сыймай баратыр ішіме айтайыншы. Айтайыншы. Сол бар ғой ана Жантазаға бар ғой, үйлен бар ғой, Жантазаны әбден тығырыққа тіреп бітіпті. Енді сол аңдысын аңдап, Жантаза не дейтін күтіп жүр. Рас па? Үйлен деген не? Тілік бергенің не салғаны кеше емес па? Не? Топырағы кеппей жатып сонда той жасамақ па не? Соны айтам. Әй, сөйді рахмет, сен тағы суылдап жүрген жоқсың ба? Ақырайды білмеймін. Ана Сағипада бар ғой, кеткелі жатқан көрінеді. Қойшы, яшын айтап қайда? Бұл қайда кетеді, қалаға ма? Қалаға кетеді. Енді қайда кетеді? Қайда қала? Енді. Ана жаққа. Үйге де. Құдай сақтасын, астағфираллах, не дейді мынау? Мына жалғызына соңғы тілегін айтыпты. Қайтсын енді. Жалғыз тұяғы ғой, жалғыз ұрпағы ғой, қайтсын енді артында қалған. Түсір қолымды. Әй қатын, сен оттамашы, оттай бермеш осы. Тірі адамды өлтіріп. Енді кетер. Ойбай, әлгі Зағипаға да оңай болып жүрген жоқ. Оның үйіне де тіршілік керек қой. Әлгі ол да қалған өміріне келін сүріп, немере сүйіп қызық көрейін деген шығар ай. Иә, біреуге тастай батып судай сіңу де оңай емес. Әлгі Зағипаның тілегін орындау деймін да. Жантазаның балалық парыз емес. Оны орындамаса кім болғаны? Анасының аманатын жерге таптағандай емес па? Соны айтам. Лақпай ұстама. 30-тен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды деген. Анау Жантазаға келін сүр деген сөзі қалың қауға түскен өрттей зуылдап, лезде аудан орталығына жетті. Аудандағыларды есі қойған ба не? Естіген. Енді өлімнің артынан тойға келетін болса қалай болар екен? Иә, қалай болар екен. Бірақ
мына жұрттың барлығы Зағипанікі жөнде отыр. Неге? Жөн болса жөн шығар, бірақ бәрін айт та бірін айт дейм. Сонда мына Зағипаға дайын тұрған келін бар ма? Дайынын білмейм, бірақ ана Жантазаның бар ғой, кім кірпіш зауытының директоры бар емес па, Бақсыбай деген. Соның қызы Бәлима мен көңіл жарастырып жүргенін білем. Естімедіңдер ме? Естімедіңдер ме? Ойбай, менің де білем. Бақсыбайдың қызы, қызықтың көкесі енді болады. Ойбай, Бақсыбай оған қыздың мен де бірдеңе біледі екен. Мен білетін Зағипа бар болса, әлемде қыз құрып қалса да, әнеу Бақсыбайдың қызын келін қылып алмайды. неге алмайды? Алмайды. Анау баяғыдағы уақиға есіңде ме? Ана, баяғыдағы ма? Соны айтам да, ол екеуі бір-бірімен құдаласатын болса, ескі жараның беті қайтадан тырналайын деп тұр ғой. Ол оқиғаны ана балалар білмейтін бе? Олар қайдан біледі? Сен де ағасың, оны қайдан біледі? Ол кезде олар мынадай кішкентай болатын. Олар кішкентай бол. Жоқ. Әлгі енді Жантаза байғыз. Бәлимаға не дер екен, Көрерміз, не дер екен, Сәлем, Жантаза. Қалың қалай? Жақсы. Жантаза, сен үшін әкеңнің орны бөлек еді ғой. Білем. Жаназа кезінде өзіңе жақындап, жағдайыңды сұрай алмадым. Анаңды да ауырып қалды деп естідім. Денсаулығы қалай? Тәуір болып қалды ма? Бір күйші жатыр. Тезірек сауығып кетсін. Жантаза, екеуміз қаладан келгелі біраз уақыт өтіпті, я? Қалаға әбден үйренісіп қалған сияқтымын. Ауыл бір түрлі көңілсіз, сосын іш пыстырарлық сияқты көрінеді. Сол саған да солай сезіле ме? Бәлима, мен қазір қайда барсам да көңілді бола алмаймын. Себебі Бәлима... Түсінем. Кешір, жай сен де мен сияқты күй кешем екен деп айтып жатқаным ғой. Өзіңнің денсаулығың қалай? Ауылдағы уақытың қалай өтіп жатыр, айтшы? Ешқайда шыққам жоқ. Апамның қасында болдым. Себебі Бәлима... Ешқайда шықпай жүргеніңді білем. Білем. Мені әбден сағындырдың ғой.
Жантаза, енді алдағы уақытым қалай болады? Жоспарларың қандай? Оқуыңды бітірдің, дипломыңды да алдың. Енді не істейсің? Не істейміз? Бәлима Қалаға қайтып ораласың ба, жоқ әлде ауылда қаласың ба? Егер апаңның денсаулығы жақсарып, барлығы ыңғайласып, өз қалпына келсе дегенім ғой, қалаға қайтасың ба? Бәлима, мен Ойлашы, Жантаза, менің оқуымның бір-ақ жылы қалды. Сосын сен де қалаға келесің, қалаға жұмысқа орналасасың. Ал мен оқуымды бітірем, қалада бірге жұмыс істейміз, бірге тұрамыз, бірге боламыз. Бәрі біз қалағандай. Ойлашы, менің оқуымның бір-ақ жылы қалды, Жантаза. Сосын біз бірге боламыз, бірге тұрамыз, бір қалада бірге жұмыс Бәлима. істейміз. сен тек дұрыс түсінбей қалмашы. Түсінбеген кезім көп болып кетті. Ендеше маған үйлену керек. Я, бұйырса үйленеміз. Бұйырса емес, тез арада қосылуымыз керек, Бәлима. Бәлима, сен тек дұрыс түсін, Бәлима. Мен бар болған апамның көз тірісінде мына сенің бос сағаттағанды көргенін қалайын, Не Бәлима. айтып кеттің? Бәлима, рас айтам. Әкем дүние салғаннан кейін апамның беті бері қарайтын емес, Бәлима. Жантаза, мен барлығын жақсы түсінем. Бірақ ыңғайсыз емес пе? Несі ыңғайсыз? Әкеңнің қазасынан кейін той жасағанымыз қалай болады? Бәлима, барлығы апам үшін. Басқалар түсіне түсінбесе көнеді, маған бәрібір, Бәлима. Білмеймін. Мүлдем ойланбай айтып тұрған сияқтысың. Неге ойланбай? Ойландым. Түні бойы ұйықтамай шығарған шешімім осы, Бәлима. Жоқ! Әкеңнің дүниеден өткені кеше ғана. Оның үстіне апамның осындай ауыр халде жатқанына қарамастан, мұндай шешім қабылдау қателік қой, Жантаза. Енді сен маған тұрмысқа шығуың үшін үйдегі апам өлу керек пе? Жантаза, не деп тұрсың? Ал мен ше? Менің ата-анам, менің арман мақсаттарым ше? Мен оқуымды әлі бітірген жоқпын ғой, Жантаза. Мен де оқуымды бітіріп, жұрт қатарына қосылып, дипломымды алғым келеді, жұмыс істегім келеді. Мен оқуымды шетелде жалғастырғым келеді, Жантаза. Ата-анама қызығымды көрсетуім керек шығар. Ал ертең үйленсек, менің бұл жоспарларым қайда қалады, айтшы? Жоқ, сонда Тоқташы. Жақсы. Жарайды, келістік дерлік. Я? Бірақ бұл шешімге менің де әке шешем қарсы болатыны айдан анық, оны өзің де білесің. Жоқ, сен болашағыңды мұнан менімен елестете алмайсың ба? Елестетем. Жоқ, сен маған сенбейсің. Сенем. Сенбейсің. Сенем, бірақ... Не бірақ? Қазір екеуміз қыз бен жігіт болып жүре тұрайық. Кейін менен бір мықты керемет жігіт табылады, сен соған тұрмысқа шығасың, солай ғой? Жантаза, есің дұрыс па? Ендеше есі дұрыс адам тауып ал, Бәлима. Бәлима? Бәлимаш? Сау, Бәлима? Бәлима? Қызым? Бәлима? Айзада, неге көңілсіз? Оқуын уайымдап отырған болар. Оқуын? Иә. Бәлима, қызым, уайымдайтын себеп жоқ. Түк те қысылма. Не ішем, не кием демейсің. Бар жағдайын жасап отырмыз. Тек сен сабағын жақсы оқып, бізді мына ата-анаңды ұятқа қалдырмасаң болғаны. Иә, Бәлима? Айзада, Иә.
ертең біздің қызымыз Бәлимаш оқуын жақсы аяқтап үздік диплом алса, мен қызымды шетелге оқуға түсіремін. Немене жұрттың қыздары шетел асып білім алып жатқанда, менің ақылды қызым елде қала ма? Әрине оқытамыз. Құдайға шүкір ешкімнен кем емеспіз. Білдей кірпіш сауатын басқарып отырып, айналдырған бір түйір қызымда шетелде оқыталмасам, несіне жер басып жүрмін? Кім үшін жұмыс істеп, кім үшін өмір сүріп жүрмін? Айт сөзі. Осының барлығы жалғыз қызымыз Бәлимашымыздың болашақ үшін емес. Әрине. Бәлима. Оу, Бәлима. Айт. Қай елде оқығың келеді, Әкесі, қызымыздың талғамы жоғары ғой. Бәлкім деймін да, Парижді таңдайтын шығар. Париж дейсің бе? Ай, жердің түбінде не бар? Неге? Түркия дұрыс. Артына іздеп барып, бір Түркияның теңізінің жағалауында шалқып жатпаймыз ба? Дегенмен Париждің дұрыс. Ай, шіркін-ай, қызыл береткамды киіп алып Парижге қызыма күніне қонаққа барар едім, Құдай-ау, Парижге қонаққа барар мүмкін француздармен құтырымды алып. Көп сөзді қой Айзада. Түркия дұрыс. Менің қызым ертең оқуын бітірген соң магистратураға Стамбулға барады. Түріктің тамағын жеп, халал. Сонан соң осындай керемет қалада біздің қызымыз оқып жүр деп марқайып, масаттанып жүрмейміз бе, Дұрыс айтасың, Түркияда жақсы. Өзімізде дейін Түркияға қыдырып барып, Құдай-ау, әлгі сериалдағы Неслиха мен Мұрат сияқты. Теңіздің жағасында түріктің кофесін ішіп, шалқып жатпаймыз ба? Қызымыздың қазіргі тұрағы Түркия деген сөздің өзі өміріміздегі ең үлкен қуанышымыз, ең үлкен мақтанышымыз емес. Әрине мақтанамыз. Әлгі көрші Құдай бергенде айтам. Анау Англияға құлпынай теруге кеткен баласын әлдеқандай қалып жүрген жоқ па? Оның қасында менің қызым оқуға барады. Я қызым. Сонан соң Айзада, сонан соң деймін, анау Стамбулда оқитын қыздың ата-анасымыз деп кеудемізді көкке көтеріп шалқайып жүрмейміз бе? Стамбул! Бәлима? Бәлимаш? Ау, Бәлима? Содан кейін бәріміз Сұлтан Сулейманның сарайына барып, естелікке суретке түсеміз. Әрине, ең бірінші Сұлтан Сулейманнан бастаймыз. Онда қызымызды ортаға алып, суретке түсеміз. Я, Бәлима? Кел. Бәлимаш, келе ғой жарқыным. Естелікке суретке түсіп алайық. Кел, Бәлима. Бәлима. Саған не болды енді? Келсейші. Бәлимаш. Келе ғой жарқыным, кел. Пап, мам, менің шетелге кеткім келмейді. Не? Маған жүріп жүрген жігітім үйленуге ұсыныс жасады. Бәлима, қайдағы жігіт? Кәдімгі көңіл қосып жүрген жігітім үйленуге дейді. Қызым-ау, сен әлі диплом алмаған кішкентай қызсың ғой. Қайдағы жігіт кім ұсыныс жасап жүрген? Әй, Айзада, қандай ұсыныс, қандай жігіт екен, саған не керегі бар? Қызым, сен әлі жассың. Жігіт сенің не теңің, әлде жасыңа жетпей, байыстарым үшін. Әкесі! Шапшай! Қызым, сен әлі кішкентайсың. Оқыға өз. 21-ге келдім. Ешқандай да кішкентай емеспін. Сосын сен өзімде апамды 18 жасында алдың. Ол кезде заман басқа болған. Қазір басқа. Біздерді оқытуға ата-анамыздың шамасы келмеген.
бір ауылдан бір бала оқуға түссе, оның өзі үлкен жетістік болады. Заман өзгерген жоқ. Адам өзгерді. Ана, ақылды қыз ба деп жүрсем, ақымақ жүрмін. Берген тәрбиең осы ма не? Қызым, есіңді жи. Сендердікі қазір анау әлгі бала махаббат, күн ертеңнен өшіп қалатын шала сезім. Айналайын-ау, адам баласы алдымен оқып, жағдайын жасап алмай ма? Сонан соң сен әлі кішкентай қыз емессің бе? Бәрі анау шетелге барып оқып, әбден бой жеткен соң, таңдағаныңа тиесің. Шетелдік пе, басқа ма? Шетелдік те басқа да керек емес. Мен өз адамымды таптым. Не дейсің? Әкесі. Не дейсің? Ақсыман! Қызым, ана жігітің айт, армандамай-ақ қойсын. Соң, сендер де армандамай-ақ қойыңдар. Әкең дұрыс айтады. Сен оқуыңды жалғастыруың керексің. Сенің өзің алдыңа қойған арман мақсаттарың бар емес. Сол мақсаттарыңды орындауың керексің. Бәрі жақсы болады. Жігіт деген күл астында деген. Өмірдің өзі қол ұстасар адамды алдыңа талай әкеледі. Жүр. Мен кешірші. Өткен жол тым артық кетті. Ашу үстінде не айтып, не қойғанын өзім де түсінбей қалдым, Далима. Өзің білетіндей, жаныма жақын жандарды жоғалтып жатыр. Әкем кетті. Апамды да жоғалтуға сәл қалдым, Далима. Қолымнан ештеңе келер емес. Шарасызбын. Бірақ енді сені жоғалтып алғым келмейді, Далима. Өмірімде сенен басқа мән қалмады. Жүндізар, сен кейде өзіңді ғана ойлап, эгоист болып кетесің. Далима, олай демеші, өтінем. Мен үй толтыру мақсатында, я болмаса апамның көңілі үшін ғана емес, мен сені бар жан тәніммен, шын жүрегіммен сүйем, Далима. Тіпті бар ғой. Тіпті апам мен нағашым тез арада үйлен деп асықтырмағанда, менің жоспарларым мүлдем басқаша еді, Далима. Өзің айтқандай, міне, өзің айтқандай қалаға бірге барып, қаладағы ең әдемі керемет жерлерде бірге серуендеуші едік, бірге қыдырар едік, Далима.
мықты жерлердің барлығында екеуміз бірге тамақтанамыз, бірге жүреміз, бірге күлеміз, Бәлима. Мамандығым бойынша жұмыс істеймін. Керемет маман иесі атанамын. Су жаңа көлік аламын. Одан кейін міне Бәлима, қаладағы үлкен зәулім ғимараттардың бірінен үй аламын. Екеуміз отау құрамыз. Сол кезде апамды алып аламыз қасымызға. Енді сол кезде сенің де әке-шешең қарсы болмайды деп ойлаймын. Жантаса, мен сені жақсы түсінемін. Өзің қаламаған еді кешіп жүргеніңді білем. Бірақ білесің бе? Мен қалада тұрсақ деген ойдан айнып қалдым. Я, мен тек сенімен бірге болсам бол. Ешқандай қалада, шетелде керек емес. Тек сенімен және біздің болашақ балаларымызбен. Я, қаладағы ұшудан алшақ тау бөктерінде өз қолымызбен жиі соғып, міне осындай қараш. Сосын үйіміздің алды толған бақ, ағаштар, сылдырлап аққан тап-таза бұлақ, ал төбемізден әрқашан күлімдеп күн шығып тұрады. Күшті емес пе? Иә. Осындай таулардың аясында қаладағы ұшу жоқ. Бірақ менің ата-анама менің болашағым, білім алып оқығаным маңызды. Менің өмір кеткен ата-анама мен қалайша қиянат жасап кетем. Мен енді не істейін айтшы? Бәлима, білмеймін. Өзімде не істеп не қоярымды түсінбей далмын, Бәлима. Жантаза, сенен бір нәрсе сұрайын. Тек шын жауап бер. Өтірік айтқан кезім бар ма? Анаңа біздің кездесіп жүргенімізді айттың ба? Әзірге жоқ. Бірақ апамның айтуынша, қандай келін әкелсең де разымын деп. Тек ең бастысы ана біздің тауқыметті, қиыншылықты көтере алатын қыз болса болды деп. Ал сен ше? Әке-шешең мен туралы біле ме әлде жоқ па? Жоқ, жігіттің кім екенін сұрасатын жағдайға жетпедік. Бәлима, құда түсуге кісі жіберсем, мәселе шешіле ме әлде жоқ па? Шешілмейді-ау. Олардың екі сөзінің бірі мені шетелде оқыту. Жантаза, айтшы, біздің махаббатымыз әлсіз, сезіміміз шалай емес қой, я? Әрине жоқ. Сезім әлсіз болса, тынысымыз дәл осылай тарылар ма еді, Бәлима? Мен тек сенімен ғана бақыттымын. Әкеме болашағымды сенімен ғана көретінімді айтсам, мен оғар ма екен? Ертеліге шығатыны анық. Мен де солай ойлаймын. Сондықтан сен әзірше құда түсуге кісі жібермей тұра тұр. Мен де әке-шешеме сен туралы айтпаймын. Алдымен ата-аналарымызды кездестірейік. Не дегенмен тәжірибе жиған үлкен кісілер. Кездесе келе өздері түсінсер, ақылдаса келе бір шешімге келер, я? Ал біз оларсыз бәрібір ештеңе шеше алмаймыз ғой. Дұрыс айтасың.
ұнамай қалса, мен таңдаған жігітке тұрмысқа шығасың. Ең бастысы бір-біріңді ұнатсаңдар болды. Ештеңе де кедергі емес. Деу шарығым. Апа, дайындала беріңіз. Дайындалайын. Қош көрдік. Сіздермен бір дастарханда отырамыз деп ешқашанда ойламап едік. Мынау біздің басымызды қосып атқан себеп екі жастың арманын орындап, тілегін тыңдасақ деген ниет еді. Құдалық оңынан болсын. Стоп. Әрине, айтып тұрғаның орында. Бізде ерігіп жүргеніміз жоқ. Осы екі жастың айтқанын тыңдайтып келдік. Және дәл осы жерде қызымызды аманаттап кетеміз деген ойымыз да жоқ. Так что дәл осы кездесуді құдалық деу миға да сыймайды. Кешіріңіздер. Қызымыздың бір өтініші сіздермен жолықтыру еді. Перзентіміздің сол тілегін жерге тастамайық деген ниетпен келіп отырған жағдайымыз бар. Әрине. Сіздерді жақсы түсінеміз. Енді әр ата-анаға перзенттің тілегі қымбат қой. Бізде сол бала деп шапқылап жүрген жайымыз бар еді. Перзенттің тілегі басымызды осы жерде қосқан екен. Дегенмен қыздарыңды жауға беретін адамдай болмасаңыздар екен деймін. Иә, менің балам да жерге қарап отырған жан емес. Өмірінде аз ғана қиындықтар бар екен рас. Әкесін жерлегенімізге көп болмаған еді. Қиындықта бәрімізді көрдік.
Біз жалғыз қызымыздың жағдайын жасадық, еркелеттік, ештеңе аяғанымыз жоқ. Ал енді бой жетіп, өз аузына өз қол жеткен шақта біреуге бере салар жайымыз жоқ. Ғылым қуса дейміз. Біздің балада білімнен алыс емес, жақында ғана дипломын алып келді. Бақырай, қазір дипломды екінің бірі алып жатыр. Сол да мақтаныш болып па не? Әңгіме отбасын асырай ала ма? Менің қызымды бағалама. Мәселе сонда. Кешіріңіздер. Біз бұлай сөйлеп, ұлдарыңыз жантазаны жамандап отырғанымыз жоқ. Тек асығыстық керек еместігін, екеуі дәл жас қой. Өмірлері әлі алда. Иә, сіздерді жақсы түсініп отырмыз. Енді ғылым оқу деп 30-дан асқанша жартысын таба алмай жүрген жастар қаншама. Перзенттің парызы ата-анаға қызық көрсету емес пе? Отау құру емес пе? Бақырай, слушай. Басқа жайттардың бәрін жылжып қойғанның өзінде. Мен қызымды кімге бердім деп берем. Қазақта мақал бар емес пе? Күйеу жылдақ, құда мың жылдақ. Демек күйеуден құда қымбат. Мені сол қымбат құдам қайда? Үйіне барғанда мен кіммен сөйлесем, кіммен сыр бөлсем, кіммен ақылдасам мен, шапшы. Құдаңыз тірі болған күнде де сырласа қоятыныңызға күмәнім бар. Оның үстіне жантазаның әкесіз қалуына кімнің себепкер екенін қолымды шошайтып көрсетпей-ақ қояйын деп едім. Сыйды білмейтін адам екенсіз. Тоқтаңыз. Дәл осы жерде бұл тақырыпты қозғайтын уақыт емес. Қалай қозғамайын? Құдам қайда деп мұң шағып отырған сіз емес пе? Қалай қозғамайын? Оның үстіне жантазаның әкесіз қалуына себепкер адам сіз болсаңыз, қалай қозғамайын? Мен саған қашанға айтып түсіндірем, қалай айтып түсіндірейін, айтшы. Әлбір жұмысшы қауіпсіздік ережелерін сақтамайтын болса, денсаулығына зиян келетін болса, мен оларға жауап берме. Заң бойынша да мен түк кінәм жоқ. Кінәнің бәрі қауіпсіздікті сақтамағаннан емес, мына сенің ашкөздігіңнен. Мандатыңа ие бола сала, жұмысшыға артық норманы үйіп төгіп, пештің жарылуына себепкер болған мына сенің ашкөздігің. Жантазаның әкесі 12 жыл төсек тартып мүгедек болып жатуы да мына сенің ашкөздігіңнен. Менің айықпас дертке ұшырағаным да сенің ашкөздігіңнен. Стоп! Енді мені Құдайдың мына басыңа берген ауруында мына менен көрмексің бе? Біле білсем, бұл тақырыпты біз өз уақытында шешкенбіз. Өз уақытында шешілсе, сенің жағыңа шешілген. Енді мені өштерінде менің қызымнан алмақ болдыңдар ма? Менің қызымды армандамай-ақ қойыңдар. Сенің ақ саусақ қызыңды мына мен келін қылып алады екен де армандамай-ақ қой.
Ай обал, ай обал, ай обал, ай. Масқара. Масқара. Ана 40 пышақ болған екі әулет бір-бірін көргенде қандай сезімде болды екен, а? Ойбай, әлгі Бақсыбай бақырдың сығыр көзін айтам да, шарасынан шығып кетейін деген шығар, а? Ой, бұл көпті көрген аудан басшыларымен ауыз жаласқан бәле ғой. Оңай оспақ көзі үлкейе бермейді солай. Ей, үлкеймесе, біле бір пластика жасатып. Тоу қыртпай отыршы сен. Қайдағы пластика? Ей, несі бар ана қазір еркектерді көбі жасатып жатыр дейді ғой, қайдан білейін? Ай, өспеше. Не ғой, содан? Содан бар ғой, ана Бақсыбай бар ғой. Бақсыбай қызына түріктің жігітін тауып қойыпты дейді. Қош, келесі жылы той болады дей ма, сондай бірдеңе айтады, иә? Бәсе, айтам ғой мен сендерге. Әй, Бақсыбай әйтпесе Бақсыбай бола ма? Бірақ бар ана 2 жас бар ғой, бір-бірін көрмесе бар ғой, өлейін деп тұрған көрінеді. Қош. Иә, қоспасаңдар теңізге секіріп өлеміз деген. Ой Алла, ай қыртпашы. Қайдағы теңіз? Мына жерден не теңіз көріп тұрсың ба? Теңіз түгіл шашық суда жоқ қой. Қайда секіріп өледі? Әлде өлу үшін немене? Анау Түркияға барып өлу керек пе? Неге Түркияға? Со Түркияда теңіз көп дей ма бірдеме дейді ғой. Ой, қызықтың көкесі енді басталады десеңші. Ей, бірақ кім жеңер екен, а? Қай жеңгені менікі? Қай жеңгені менікі? Менікі. Балам, сенің нені ұғып, нені ұқпай жатқаныңды мен білмеймін. Апа. Апа, мен рас айтам. Бәлиманың отбасымен біздің арада не болғанын білмедім. Білген күннің өзінде, апа. Мен дәл осылай Бәлимаға қатты бауыр баспас едім ғой, апа. Апа, мені түсінші. Бақсыбайды да, оның қызы Бәлиманы да ұмыт. Апа, олай демеші. Апа, бәлкім Бәлиманың әкесі барлығын түсінеді. Қызын бізге береді. Бір шешімге келерсіздер, мен білмеймін, апа. Не деген мен, апа, Бәлиманың әкесі менің әкемді өз қолымен әдейі өлтірген түгі жоқ, апа. Сен немене? Сен де Бақсыбайдың сөзін сөйлегің келіп тұр ма? Сөзім сөйлегім келген емес, апа. Өздеріңіз әкемнің топырағы көпке жатып үйлен дедіңіздер. Енді әбден сөз салғанда, апа. Бақсыбайдың да, оның қызының да атын атаушы болма. Әкемді жалмаған жалмауызды атын атаушы болма. Айтма маған, айтма. Апа, мен бәрін түсінем. Бәлкім махаббатқа алданып, аманатқа қиянат жасап тұрғанда шығармын, бірақ апа, сіз айтқан қызға үйленер болсам, өмір бақи, апа, өмір бақи, Бәлиманы сағынып өтем ғой, апа! Апа, шығыңызшы. Менің жай ғана сізбен сөйлескім келеді. Апа, әке, өтінем шығыңызшы. Менің қызым деп бауырыңызға басып алыңызшы. Өтінем, мені жұбатыңызшы. Сіз мені естіп тұрсыз ғой. Неге шықпайсыздар? Неге біз жандаса екеуміз? Сүйген жанмен бақытты бола алмаймыз. Неге біздер сіздердің өткен шақта
қашықтар өздеріңіз таптанды. Табанның бір жоқтардан, көңілдің күні жоқтардан, шылтың онсыздардан да келіп жатқанда. Ататай-ай, қызым бақты күнәға, тек қанырып шынаны. Мүмкін жолы сәтті шығар, бірақ сүрін уақыты кез келгенге тартылмайтын сыбаға. Ататай-ай, сезіміңді шасықпа, нағыз бақыт жақында емес қашықпа. Қашықтықты жерегіне ұмытып, келемеші орныңыздан күттіріп, қысайтайы, дәл осындай жол таңдаған ашықта. Аспаны ашық болсын деп, сәулесін алысқа шашып салсын деп, өлдің де біле алмайтұғын ғашық болсын. Адамдар олар соқтауға асықпасын. Саздың көркемдеушісі Даулет Еппінов.